Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рабби яссир ва ла туассир ва таммим бил хайр. Ассаламуғалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, құрметті шәкірттер, құрметті жамағат. Міне бүгінгі біздің сабағымызда тәждидті харфтер туралы өтетін боламыз. Тәждид дегеніміз не? Ол ал бұйырса, онда осы сабағымызды түсіндірейік. Ал бисмилля бастайық. Тәждидті әріптер. Енді тәждид дегеніміз не? Тәждид дегеніміз бұл тәждид бір әріпті екі рет оқу. Яғни роббә. Біріншісі сукунды болып, екіншісі фатхалы болып. Қараңыздар, міне біріншісі сукунды, екіншісі фатхалы. Роббә. Роббә. Енді бұл қандай осындай тәждид белгі қай әріптің үстінен келетін болса, біз бір әріпті екі рет оқимыз. Қараңыздар, роббә. Робби. Міне біріншісі сукунды, екіншісі кәсірәлі. Робби. Арғарай, роббу. Роббу. Көрдіңіздер ғой, қандай да бір әріптің үстінен тәждид келетін болса, сол әріпті біз екі рет оқимыз. Ары қарай жалғастырамыз. Қараңыз, бұл енді тәждид фатхамен келгендегісі. Инна. Бірінші алиф келді, одан кейін нун келді. Енді біз ин деп оқушы едік қой. Тәждид келгеннен кейін біз инна дедік. Біріншісі сукунды, екіншісі фатхалы болды. Ары қарай жалғастырамыз. Әнна. Әммә. Бәрро. Жәрро. Хаджа. Шәккә. Ары қарай жалғастырамыз. Ары қарай жалғастырамыз. Қараңыздар. Тәждид белгісінің үстінен кейін дамма келіп тұр. Яғни біз бір әріпті екі рет оқу дедік. Бәрру. Яғни біріншісі сукунды болды да, екіншісі даммалы болды. Бәрру. Ары қарай. Жәрру. Хаджу. Шәкку. Зәмму. Хаққу. Шәрру. Көрдіңіздер ғой? Ары қарай жалғастырамыз. Енді кәсіралы болып оқимыз. Яғни тәждид әріптің үстінен келеді, кәсірасы астында. Қараңыздар. Бурри. Біріншісі сукунды, екіншісі кәсіралы. Бурри. Ары қарай. Дурри. Хуффи. Кулли. Дубби. Зуққи. Дурри. Және де соңғы қатар арай. Ары қарай жалғастырамыз. Харрома. Хуррима. Тадаббару. Такаббур. Тахаджур. Ну'има. Куффина. Құрметті көрермендер, міне бүгінгі біздің дәрісіміздегі тәждидті әріптер, яғни бір әріпті екі рет оқу. Қазір біз басынан аяғына дейін тағы да бір қайталап өтеміз. Бізбен бірге назар қойып қайталап отырыңыздар. Тәждидті әріптер. Ары қарай мысалдардан бастап оқи берейік. Инна. Әнна. Әммә. Бәрро. Жәрро. Хаджа. Шәккә. Жалғастырамыз. Бәрру. Жәрру. Хаджу. Шәкку. Зәмму. Хаққу. Шәрру. Жалғастырамыз. Бурри. Дурри. Хуффи. Кулли. Дубби. Зуққи. Дурри. Және де ары қарай. Харрома. Хуррима. Тадаббару. Такаббур. Тахаджур. Ну'има. Куффина. Міне құрметті көрермендер, бүгінгі біздің өткен дәрісімізде тәждидті әріптер, яғни бір әріпті екі рет оқу. Келесі дәрістерде кездескенше, ассаламуғалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.